Сәлем достар! Механикалық жұмыспен энергияның өзгерісі туралы есептер шығарып тағы көретін боламыз. Көлемі 14 метр куб топырақты қандайда бір 20 метрге көтереді болса, осы қалақшаның салмағын 20 килоньютон 20 килоньютон болсын. Ол дегеніміз 2 көбейтілген 10-ның 4 дәрежесіндегі ньютон болады. Топырақтың тығыздығын 1,5 грамм сантиметр куб. Ол деп отырғанымыз 1,5 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесіндегі килограмм метр куб болады. Осы кеткен жұмысты, яғни осы қалақшамен қоса алғанда атқарған жұмысын табамыз. Механикалық жұмыс деп отырғанымыз күштің әсерінен орын ауыстыру екенін білеміз. Ол күштің әсерінен орын ауыстыру. Сонымен қатар механикалық жұмыс ол энергияның өзгерісіне. Бұл ауырлық күш әсерінен болатын қозғалыс болғандықтан потенциалдық энергияны аламыз. Ол mgh. Бізде жалпы бойынша, бізге есептің шарты бойынша жалпы қалақша мен топырақты қоса алғандағы атқарған жұмысын сұрап отыр. Демек, қалақшаның топырақтың массасы мен қалақшаның массасын қосып есептейтін боламыз. Есепте берілген топырақтың көлемі берілген және топырақтың тығыздығы берілген. Демек, топырақтың массасын мынау формула арқылы таба аламыз. Яғни топырақтың массасы деп отырғанымыз тығыздық пен көлемнің көбейтіндісіне тең. 1,5 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесін тығыздығы көбейтеміз 14 метр кубқа. Бұдан біз 21 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесіндегі килограмм екен есептеп аламыз. Енді бізге қалақшаның массасы керек болады. Қалақшаның массасын табу үшін қалақшаның салмағы берілген. Салмағы деп отырғанымыз mg-ға. Осы арқылы массаны өрнектеп аламыз. Масса деп отырғанымыз салмақтың g-ға бөлінісі. Салмағымыз 2 көбейтілген 10-ның 4 дәрежесіндегі ньютон. Бөлеміз 10-ға. Демек, бізде 2 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесіндегі килограмм шықты. Бұл қалақшаның массасы. Енді есептің бастапқы берілгеніне қоямыз. Массадардың қосындысы, яғни М1-дің қосындысы 21 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесін қосамыз 2 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесіне. Көбейтеміз 10-ға, биіктігіміз 20 метр болған. Енді осыған есептеулер жүргіземіз. Жұмыс тең болады. 21 мен 10-ның 3 дәрежесі ортақ болғандықтан алдындағы сандарды қосыламыз. 23 көбейтілген 10-ның 3 дәрежесі көбейтілген 200. Немесе 10-ның неше дәрежесі деп алуға болады? 10-ның 5 дәрежесі. 23 пен 2-ні көбейтеміз. 46 көбейтілген 10-ның 5 дәрежесіндегі джоуль болады. Демек, 46 көбейтілген 10-ның 5 дәрежесіндегі джоуль деп отырамыз 4600 килоджоуль деп жазуға да болады. Бізде осы атқарылған жұмысымыз 4600 килоджоуль екен есептеп шығардық. Енді келесі есепті қарастырайық. Дельта X, яғни бастапқыда 4 миллиметрге сығатын болсақ, ол 4 көбейтілген 10-ның
-3 дәрежесіндегі метрге сығатын болсақ, онда бізге атқарған жұмысымыз 960 джоул болады. Миллиджоул болады. Есептің шарты бойынша. Милли деп отырғанымыз оның 3 дәрежесі, яғни 960 көбейтілген 10-ның -3 дәрежесіндегі джоул болады. Осы серіппені егер де біз 4 сантиметрге сығатын болсақ, яғни 4 көбейтілген 10-ның -2 дәрежесіне метрге сығатын болсақ, онда біз қанша жұмыс атқарамыз? Яғни біріншісі сығылғанда x1 атқарған жұмысты a1 деп алайық. Екінші сығылған арақашықтықты x2, ал атқарылған жұмысты a2 деп алайық. Осы кезде атқарылған жұмыс бізде қалай есептелінеді? Өздерің білетіндей, механикалық жұмыс деп отырғанымыз потенциалдық энергиялардың өзгерісіне тең. Яғни k x дельта x квадрат бөлінген 2. Біз бірден бірінші жұмыс және екінші жұмыс деп өрнектеп алайық. a1 және дельта x1. Осы арада біз екі жұмыс атқарылғанмен бір серіппе болғандықтан серіппенің қатаңдығы өзгермейді. Осы арадан біз ортақ серіппенің қатаңдығын тауып алуымызға болады. Яғни k деп отырғанымыз осы теңдеу арқылы шығарып аламыз. 2a1 бөлінген дельта x1-дің квадраты. Әрине квадратын ұмытпаймыз. Осы теңдеуден біз қатаңдығын тауып алдық. Осы қатаңдықты атқарылған екінші жұмысқа пайдалануымызға болады. Екінші жұмыс деп отырғанымыз тура бірінші жұмыс сияқты. k дельта x2-ның квадратын бөлеміз 2-ге. Жаңағы тауып алған k-мызды екінші жұмыстағы k-ға, яғни қатаңдықтың орнына қоямыз. Қатаңдықтың орнына 2a1 бөлінген дельта x1-дің квадраты көбейтілген дельта x2-ның квадратын бөлеміз 2-ге. Осы теңдеу арқылы 2 мен 2 қысқартып жіберуімізге болады. Осы теңдеу арқылы есептің шартында берілген табу керек жұмыс, механикалық екінші жұмысты табуымызға болады. Есептің шартындағы берілген сандық мәндерді орнына қоямыз. Бірінші жұмыс деп отырғанымыз 960 көбейтілген 10-ның -3 дәрежесі, дельта x2 квадрат деп отырғанымыз 16 көбейтілген 10-ның -4 дәрежесі. Және дельта x1-дің квадрат деп отырғанымыз бұл 16 көбейтілген 10-ның -6 дәрежесі. 16 мен 16-ны қысқартып аламыз. Және де оның -7 дәрежесі болады, иә? Оның осылай жазып алайық. 960 көбейтілген 10-ның -7 дәрежесін бөлеміз 10-ның -6 дәрежесіне. Бұл жерден 10-ның -1 дәрежесі қалады. Демек, бұдан 96 джоул шығады. Бізде атқарылған механикалық жұмыс екіміз 96 джоул болады екен. Міне біз серіппенің әсерінен болатын энергияның өзгерісі арқылы механикалық жұмысты табуға практикалық жұмыс есептерді шығарып көрдік. Келесі сабағымызда механикалық энергияның сақталу заңдары және механикалық энергияның бір түрден екінші түрге айналу тақырыбында қарастыратын боламыз. Арнамызға жазылып, достарыңмен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.